Сәлем, құрметті достар. Менің есімім Балжан, мен балалар массажын жасаймын. Осы сіздер үшін бір пайдасы тисін деп YouTube каналымды ашып жатырмын. Мені осы массажға қызығушылығымды арттырған бұл біздің осы массаждың тарихы біздің алдымызда 4000 жыл бұрын Египетте пайда болған екен. Жалпы медицинаның бір үлкен бір бөлігі десек болады. Массаж ол неше түрлі түрлерге бөлінеді, нүктелі массаж, сондай әртүрлі. Содан мен осы массажға деген қызығушылығым артып, оның ішінде күнде кішкентай балаларға, сәбилерге жасалатын массаж. Мына менің қызым, бажа берейді, қызым менің. Жалпы массаж араб тілінен маса деген сөзден шыққан, сипалау, уқалау деген. Оны Геродокос деген гректің дәрігері осы массаж ұғымын қалыптастырған екен. Оның шәкірті Гиппократ болған. Гиппократ ол дегеніміз массаж арқылы адамдарды емдеуге болатынын, соны кеңінен таратқан. Осындай 4000 жылдық тарихы бар болғандықтан мен осы массажға деген қызығушылығым артып, балалар массажын жасауға бел байладым. Қазіргі заманда қоғамда мысалы үшін ауа райы, экология дұрыс емес, сондықтан көп балалар неше түрлі ауытқулармен массажға зәру жағдайда толып жатады. Мен сол үшін кішкене болсын балаларға көмегім болсын деген ниетпен осында қолға алуды жөн көрдім. Менің кішкентай өзімнің тұңғышымның мойны кішкене оң жаққа біресе сол жаққа қисайып қалды да, сол үшін де мен осы массаж мамандығын таңдадым. Негізі ересектерден қарағанда балалардың массажы оңай деп ойлаймыз. Негізі ол ересектердің массажына қарағанда балалар массажы анағұрлым қиындау. Өйткені ол көп андай ептілікті қажет етеді, денесін ауыртып алмау керек, оған өте нәзік, сондай сылап уқалаумен байланысты. Балаларымыз ауырмасын, сырқамасын, аман болыңыздар. Тағы да жақсы пайдалы видеолар шығарып тұратын боламын. Мені қолдап, каналыма жазылып кетіңіздер, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, алда не көргілеріңіз келеді, соны жазыңыздар. Мен шамам келгенше бүкіл пайдалы ақпараттармен сіздермен бөлісетін боламын. Көріскенше күн жақсы, аман болыңыздар.